Universal Cinema Nocus представляет. Dostluk gülşenini mekzes bu zaman Kevül-kevüllerden su işir muda Özün düzü bolsan köptür dost yaran Dostların işinde bir dostun bolsun Bir kız bulup yekümüzge köz kısan Sonda da sır vermez bir dostun bolsun Özü hamdam bolsun sağancasına Studentlik vaktin sağarasına Canımdı biriyim demesin sağa Berse aytpay verir bir dostun bolsa Canımdı biriyim demesin sağa Berse aytpay verir bir dostun bolsa Ömürдің en şirin ötken demlerin Balalıktың şoqlıq erkeliklerin Mektep yıllarında esteliklerin Bәрін bir esli klaslaslarım Tasıdık talay katlardı kızlara Tüyelgeç yüzleri ay жұлдызарға Жаныдағы gibi şılva nazlarga Tunguş muhabbat deyip klaslaslarım Sağındım жаслық жылларын Айтайық жиналған кеуіл сырларын Қайдасы жаслықта өскен достарым Сағындым сізлерді классластарым Сағындым жаслық жылларын Айтайық жиналған кеуіл сырларын Қайдасы жаслықта өскен достарым Сағындым сізлерді Жаслықта өскен достарым Сағындым сізлерді классластарым Сағындым жаслық жылларын Айтайық жиналған кеуіл сырларым Қайдасы жаслықта өскен достарым Сағындым сізлерді классластарым Қайдасы жаслықта өскен достарым Сағындым сізлерді Ассаламу алейкум, классластар. Міне бүгін 20 жыл болыпты мектепті бітіргенімізге. Ұстазларымызға рахмет. Мына жиналып жатқан жігіт қызларға көп рахмет. Сөйтіп жиналып 20 жылда көрісіп, қуанып жүргенімізге. Ізі жалғасып кете берсін. Ассаламу алейкум. Міне бүгін біздердің тойларымыз 20 жылдық
hem klassdaşlarımda hem muğallimlerde 20 жыл құттықтаймын. Бәріңіз жақсы күнде көрісе берейік. Мұғалімге рахмет. Бәріңізге оң болсын. Ассалаумағалейкум, міне бәріңізге 26-шы сынып мектептің оқушылары 20 жылдық үзілістен кейін және жиналып жатырмыз, міне Құда қаласа. Бәріміздің басымыз бірігіп, сөйтіп жақсы күндерде жиналып жүре беру несіп етсін бәрімізге. 20 жылдық оң болсын. Бәрімізге құтылымды бәрек болсын. Бәріңізге амалық, денсаулық. 20 жылдық сағыныштан неміз басылып, мауқымыз басылып жатыр, міне Құда қаласа. Бәрімізге оң болсын, құтлы болсын. Міне бүгін класстастарымызбенен арадан 20 жыл өтіп, және бас қосып жатырмыз. Неғылдың қандай класстастарымызға 20 жыл құтты болсын, ауызбіршілігіміз бұзылмасын, достығымыз мәңгі болсын. Сөйтіп ойнап күліп жүре берейік. Осыдан кейін 20 жыл, 40 жыл, 50 жыл дегендерде ұшырасу несіп етсін бәрімізге. Бүгін класстастарымызды көріп, менің көңілімнен көтеріліп қалды. Қуаныштымын бүгін класстастарымды көріп. Кешкі вечеринкаларымыздан жақсы өткеру несіп етсін бәрімізге. Sağınışlarım uçlasın gelmeydi benim dostlarım. Klaslaslarım, sağınışlarım uçlasın gelmeydi benim dostlarım. Sağınışlarım uçlasın gelmeydi benim dostlarım. Baralmadım qasına, baralmadım. Koyalmadım yüzüne canım, qarab doya almadım. Baralmadım qasına, baralmadım. Sağınarsan qo'sig'im tinglab, xafa bo'lma suygan yarına. Öldüregen dastan yedi, bärimizni ömür jolun dastan yedi. Armandastar qayda, armandastar qayda, armandastar qarindastar qay mereke. Öldüregen dastan yedi, bärimizni ömür jolun dastan yedi. Armandastar qayda, zamandastar qayda, zamandastar qarindastar qay mereke. Nogmut. Armandastar kuldastar, öldürdüm basta yedi, bärimizde ömür jolun basta yedi. Armandastar qayda, azandastar qayda, azandastar yen solu, qaramızın qarağanın yen solu, yen solu.
ба мен бірге менің туған өлкеме арман етіліп бұрылған жүзіңе қараймын да қаламын қарындасым пай 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 тағы да шуағына шағыла жүрегімнен ой жерге қазір айтады ғой барамын деп Айлық туған таласы, баслар таласы, қара қалпақ елінде мен қойының баласы. Байлық туған таласы, баслар таласы, қара қалпақ елінде мен қойының баласы. Өстім қамы бойында, еш қайғы жоқ ойында. Осыр айтып өзіңнің 20 жылдық тойында. Ия қалпағым, менің қара қалпағым. Ия қалпағым, менің қара қалпағым. Опа! Urfaklar giyelim, şerim var. Boşelim, gönlüm var, ağam var, yerim var. Boşelim, urfaklar giyelim, oyum var. Urfaklar giyelim, şirin var. Geçeriz koşelim, ilim var. Jaslanıpsa bir gözge, mektepke katladım kız kızge. Dostlarım hoşlasın sizge.
мектепке қатынадық біз бірге. Достарым қоштасқысы келмей, 9-шы берер кезде. Қош келіпсіздер, құрметлі 90 жылғы 20 жылдық алтын мектебіне келтірген жігіт һәм қызлар. Қош келіпсіздер. Он болсын. Сіздердің 20 жылдығыңыз. 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық мәселесі. Азамат, қош келіпсіз. Сөйтіп азамат. Астраханский. Şurayla kızlar, mektebimizge hoş gelipsiz. Rahmet, şurayla kızlar, şurayla kızlarның 30 жылдығы, 20 жылдығы, 40 жылдығын белгілі хамеңізге насip етсін. Құрметлі жігіт қызлар, мінекей 20 жылдық белгілеу үшін мектебіміздің алтын босағасына келіп отырсыз. Үлкен рахмет. Сіздерге үлкен күш-қуат тілейміз, шаңырағыңызға амандық тілейміз. Сонымен бірге 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықтарды белгілеу har біріңізге насip. Ешқайсыңыздың жолы орныңа жоғалмайсын. Birinchi klassimiz, mol ikkinchi. Ulkan. Жайыр тұрайын де, жайыр. Қандай зор, бір келіскен, салдамалы, орын тапқан адамдар келатыпты деп. Міне, ешқашан орныңыз жоғалмасын. Осы жолыңызды бұзбағайыз, һәммеңіз келсеңіз, сол 40 жылдықларға, 50 жылдықларға келгенде де, осы атақ абырайыңызбенен, ізіңізге балаларыңыздың да 20 жылдықлардың, 30-40 жылдықларын көрің есіп ете берсін. Табысыларыңыз мол болсын, бала-шағаңыздың алдында аман болың. Мектеп сіздер үшін һәмме уақыт ана мектебіңіздің есігі ашық. Қош келіпсіз. Байрамыңыз құтты болсын. Құрметлі 20 жылдық мересімнің иелері, шырайлы жігітлер, шырайлы қызлар, алпамыстай айбатлы томаристай қызларымыз. Мархамат, есіңізде сол баяғы 7 жастағы уақытлар есіңізге түсіп, қасыңызға бір қызыңызды ертіп, мектебіміздің алтын босағасына
өзіңіздің классыңызға ертіп кіруіңізге рұқсат береміз. Мархамат. Қош келіпсіз. Қызлармен кірі жігіттер, қызларменен. Шырайлы қызларменен кірі. Оң болсын. 20 жылықтар оң болсын. 30 жылықтар, 40 жылықтар, 10 жыл болмайды. Үйгілеу нәсіп етсін. Көрек оң болсын.
қуанып тұрған неке ұстазларым қуанып жатыр сіздерді көріп. Не дейді, ең хақиқи достық класстың балалары, класстың қызлары болады. Себебі не дейді, оның еш сатына қарамай дос боласың, жақсы көресен, әмеліне қарамайсан, пұлына қарамайсан, башқа затына дегендей. Не дейді, неге хақиқи достар ұшырасып жатқан екенсіз, Құдайым ұзағына қуанғайсыз. Жаңа айтқандай 30-40 жылдадан сіздерді башаман бауыртын көргейміз. Неге араңызда өтіп кеткен балалар бар екен, Құдайым жатқан жайлар жаннатта болғай. Бүгін бір басын көтерген шығар, оларым қуанып жатқан шығар, сіздерге тілектес болып жатқан шығар. Қағалғаныңызға Алла Тағалам ұзақ өмір берсін. Жаңа айтқандай ақылық сүйің, шаулық сүйің. Ақылықларыңыз сіздер мектеплерге келгейсіз, ақылықларыңызды жетелеп, осы мектепке алып келгейсіз. Құдайым осы мектепте оқыдым деп. Неге өмірде өз орныңызды тауған балалар, қызлар екенсіздер. Бұндан мәртебелеріңіз бәлент болсын. Мақтаныш етіп жүргейміз, Құдайым. Біздер осы оқушыларды оқыдық деп, сіздер мақтанып жүргейсіз, осы мектепте оқыдық деп. Әмеңізге тынышлық, амаллық тілеймен, семьяңызға бақыт, әумет тілеймен. Ұл қызларыңызды өсіріп, рахатын әме қошқанымен қошақарып, рахатын көргейсіздер. Не қылдейді неке, жақсы балалар қызлар екеніңіз көрініп тұрды. Себебі келгеніне 20 жыл болды деген оқушыларға ұқсамайсыз, расы. Жақсы екеніңіз өздеріңіз айтып тұрсыз. Алтынайдан қартайтмағансыз, өздеріңізден қартаймағайсыз. Әм уақыт осындай жас болып, жүздеріңізден күлкі кетпей жүре бергейсіздер, Құдайым. Қош келіпсіздер. Сіздердің шызып кеткен, сындып кеткен парталарыңызды складта сақлап қойыппыз. Құлман апа білен әзір Алтынай айтады, кім сындырды, кім ешкі сындырып кетті деп ешкі адырпан. Алтынайға жазып қаласаң, егер жақсы болды, қолға түштіға сен төлеп беріп кетесің. Құдайым ойын күлкіден айырмасын, қазір әмесі, Құдай қаласа 30-40 жылда сындырған парталарыңызды әкеп қойып бермін. Енді ұрсат берсеңіз, үзірлі болсын, 25 май жақын. Бүгін ақырғы оқу жылы, 11-ші кластан оқу күні. Солардың азамтай байрам тәдбірлерін шөлкеместір Батырбек, Сұлхан апаға екеумізге ұрсат берсеңіз, үзірлі болсын. Сыртта музыка тұрыпты, шығып, бемалал ойын күлкі қыла берін, ұстазлармен бірге ойнай берін. Әзіргі ведущийлық несін Гүлпашын апама тапшыраман. Гүлпашын апа өзіңіз алып бара бересіздер, ұстазларға сөз бересіздер. Ұстазларға сыртта сөз бермеп, енді іштеден сіздерге бақыратын, шақыратын кәтлері бар ұстазларымызды. Арқайын сөйлешіп алсын өздері деп. Ал ұқсат болса, беймағыл оқушыларыңыз білет. Сөйлешіп ала береді. Сауғаныңызды алдық, кеше коллективте жиналыс болып еді, тапшырдық коллективке. Алла Тағала біріңізге 1000 берсін. Мектеп мешіт қой, Құдайым. Біріңізге 1000 берсін. Тапқанларыңызды яш күндерге тойларға жұмшағайсыз. Сау болыңыз. Оқушылар, қош келіпсіздер мектебімізге, тағы мәрте. Ақиқаттан 20 жылда бұлар берге естіп қуандырып, тәптің шыны. Арадан неге неше жылдар өткенеге, 20 жыл өткенеге басыңыз қосылып, келіп жатырсыздар. Арамыздан өтіп кеткен оқушыларымыз бар екен, соны Хабиб, Азамат, оларым жаңа айтып жатырды, сол басын көтеріп қуанып жатырған шығар. Жайлар жәнеттен болсын, отнясы жақты болсын, қалған сол топырақ жасын перзенттеріне берсін, ағайын туғандарына берсін, сіздерге берсін, сол қатарыңыз бұзылмастан, қатарыңыз кеңейместен, әме уақыт осындай жақсы күндерге ұшырасуға немесе несіп етсін деп айтып жатырмыз. 20 жылдық деп жатырмыз, 20 жылда ақиқаттан бұлайша қарағанда бір науқыран жас жігіттің өмірі. Мектепті мінеке мен істеп жатырғанмен биыл 48-ші жыл, бірақ әр жылы неше бітірушілер кетеді, бірақ солардың санаулы оқушылар келеді. Қайсы класста достық қарым-қатынасы жақсы болса, қайсы класста достыққа сұхбатта салынған болса, қайсы классқа сол достық сезімін ұстаздар терең сіңдірген болса, сол ғана оқушылар келеді. Қазір қарап отырған Қазақстаннан келіп жатырсыздар, Қарақалпақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатырсыздар, бұл достықтың дидары үшін келіп жатырсыздар. Ал мен заңым, мысал үшін жұмыстарыңызға, шаңырақта өзіне жараса машқалалар болады. Барлығын сол шетке ысырып, дос дидары үшін ана мектебімізге, ұстазларға сәлем берейік деп келіп жатырсыздар, бұл үшін үлкен рахмет әмеңізге. Мына ақиқаттан директор бір затты айтты, келген уақытта оқушылардың бетіне қараймын да мен. Өмірде қамшы жемейді. Мысалы үшін кім қамшы жейді?
азғантай шок болып қалған адам өмір кешірмейді. Қарсы таяқ тұрады да оның. Сол өмірден қамшы жемеген, барлығы бір жаңағы өмір сылып кеткен, сондай жүзіліп тұрғанда сол өміріміздің ақырына дейін сондай болсын. Әрбіріміз мысалы қазір шаңырағымыздың біреулі бір инсансылар, жақсы атасылар, жақсы анасылар, жақсы перзенттілер ата-аналарымызға, гүл перзентсілер, жәмиетті бір белгілі инсансылар, жәмиет үшін керек инсансылар, мысалы үшін сол бір отанымыздың рауажануына өз үлесімізді қосып жатырған бір ұлы инсансылар, бұл әлбетте ұстазлар үшін жүдә қуанышты. Себебі бұл ұстаздардың берген тәрбиесі, ұстаздардың берген сол жағы үгіт насихаты шетке қалмаған, құлақтан ағып кетпеген, жүрекке сақталып қалғаны үшін осы дәрежеге жетіп тұрсыздар. Оң болсын, құтты болсын тағы мәрте. Сол шаңырағыңызда әмбебап бақ болсын, мол несібе болсын. Сол ұзақ-ұзақлардан біздерге келіп кететіндей жағдайларыңыз жақсы болсын. Сол бақыт, несібе, дәулет, мәртебе еш уақытта сіздер тәрк етпесін. Тақтыңыз бәлет болсын әмбебап. Сол неге жұбайларыңызбен қосылып қалып, кеңе қаттайып, оларыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырғанда ұстаздардың жолларын беріп, ақылықтан шаулы сүйіп отыру әмемізге несіп етсін. Солар сіздердің алтын басыңыз төрге қоятындай перзенттер болса, әр біріміз мысалы үшін перзент үшін жасаймыз. Перзент үшін әрекет қыламыз. Сол неге тәрбиелеп перзенттеріміз өздеріңізден жақсы болып, сіздердің сол алтын басыңыз төрге қойып, сіздердің қанша ата қалқымана құлашындай жағдайлар болғандықтар. Сол 20 жылымыз басталып жатырды, сол 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл созыла бермей, солардың мына отырған ұстазларым, солардың дуасы болып, сіздер менің қуанышыңызды теңдей бөлісу несіп етті. Не ұстазларыңыз, кеп отырыпты мінекей, бірінші жаңағы сіздерге А әрпін үйреткен, қолыңызға ұлыш достатып үйреткен, мен бірінші классларды постоянно кейде уақытта әтібар беременді жаңағыдай мамасына қалғысы келмей, жылап, көйлегінің арқасына жасырынып, зорға дейін мектепте көптеп ұстап қалып, іштеріңізден ондай оқушылар болған. Солардың барлығы мінекей Ұлман апаңыз өзінің мысалы үшін сол жүрек қорын сіздерге беріп, жүрек жаңағы ең үлкен аналық махаббатын беріп, сіздерді өз бауырына тартқан Ұлман апаңызға бермекшілер сөзді. Ассалаумағалейкум ұстазлар, оқушыларым. Мінекей бүгін үлкен қуанышлы байрам өткізіп жатырсыздар. Міне 20 жылдық үлкен бір қуанышлы күніміз. Әммеңіз құтты болсын. Әуелден бар сіздерге денсаулық, шаңырағыңызға амалдық, бақыт, дәулет тілеймін. Осы 20 жылдықты шөлкеместіріп жатырған ұл қызларымнан мұндағы рахметім, мұғалімдерді есілеп, мінекей әммемізді есілеп, нәжілерді шөлкеместіріп, бір-бірімізді дидар несіп еттіріп, көріп жатырман. Міне ұл қызларымды көріп жүдә қуанып, жылағыман кеп кетті, арасын айтсам. Өмір деген аққан дариядай міне өтіп кетіпті бір майданда. Өздеріңіздің қартайғаныңызды да білмей қапқан ұл қызларым міне әммеңізді не айтарымды білмей жатырмын, арасын айтсам. Мына айтатығын сөзім көп, бірақ нетіп жатыр толып тұрғанда не айтарымды білмей. Әммеңізге мың рахмет. Алдымызда аман болғайсыздар, Құдайым өздеріңіздің аңсаған арманларыңызға жеткейсіздер, ұл қызларыңыздың ірәтлерін көргейсіздер, солардың жақсы күндерінде жүру әммемізге несіп еткей. Құдайым сол ұлыңызды ұяға, қызыңызды қияға қондыру, жақсы күндер әммеңізге несіп еткей. Сол жақсы тілеклер әммеңізге қабыл болсын. Кеше садақа беріпсіз, Ыбырайым азаматтың енді арамыздан кетіп қалды, жәннатта болсын, рухлары шат болсын. Шарап сіздерді істеп отырған садақаларыңыз солар әммеңіздің Алла дәргейінде қабыл болып, шарапатты тейсін. Алдымызда аман жүріп, сіздердің бақытыңызға ата-ана сау болсын, ұл қызларыңыздың алдында өздеріңіз сау болып, жақсы күндерде ұшыраса берейік. Бірінші класс мұғалімдерше, бірінші класс оқушыларына ұқсайды. Құрттай сатқа жылайды, құрттай сатқа жаңағыдай қаяжанланады,
Birinchi marta alqanday bo'lib, birinchi marta maktabga kelib, birinchi marta partada o'tirgan vaqtda qanday hayajonlangan bo'lsa, shunday hayajonlanib, misol shu yuragindagi so'z, жаңағы жүрек сөздері дейді ғой. Соларды сіздерге жеткізіп бере алмай жатып та, оның рахмет осындай перзенттерді тәрбиелағаны үшін, жәмиетке керектілі, шаңырағына керектілі, әрбір ата-анасына керекті перзенттер тәрбиелеп бергені үшін үлкен рахмет сіздер. Сіздер де ұстаздардың алдында оқушыларымыз, біздер бас иеміз. Алтына ең соңында сөйлейді. Тосты жұмақтайды. Ұстаздар тұрғанда енді алтын апам сөйлей алмайды. Ендігі сөзді Гүлнар апаңызға береміз. Гүлнар апаңызға осы мектепте көп жыл меңеді сенген, жүда жақсы жаңағы бітірушілер таярлаған, перзенттерімізге тиянақты білім берген ең зор insanların біреуі Өзбекстан масштабында белгілі мұғалімдердің біреуі да, соны үшін неге сөз Гүлнар апаңызға. Ассалаумағалейкум, балаларым, қызларым. Мен сіздердің көріп, сонда көбеміз көпке жетіп жатыр. Сол мектепте бітірген уақытта төрт ұсыныс қандай болса, азырам сол ұсыныстас. Көз тимегей, соған қуанып жатқан. Өмірден әрбіріңіз өздеріңіздің орныңызды тапқансыз. Бұның өзі ұстазлар үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Әрқайсыңыз өздеріңізді қалеген кәсібіңізді елегенсіз. Жәмиетте орныңыз бар, шаңырағыңызда орныңыз бар. Бір-екеуіңіз бір-біріңізден алысламай, классыңыздың қызларын алып, қожалық болу несіп еткенсіздерге. Құдайым сол жұбайларыңызбенен өміріңіздің ақырына шейін бақытлы, тақтылы, бір үбірлі-шүбірлі дүниеға келтірген балаларыңыздың, ұлларыңыздың, қызларыңыздың қызықтарын көріп, сондай болып жайлап жүре бергейсіз. Ата-аналарыңыздың бақытына аман болу. Әмменсам шоқ едіңіз, әмменсам ішіңізден біліп тұрсыз. Партаны ұстап, әткіншіп деп келуеріңіз. Сіздеріңіздің басыларыңызды ұрып, күлісіп, шақырсып, класқа кіргіз алмай жүретін едік, дұрыс па? Шоқ балалар көп еді. Қазір әмменіз орныңыз таптыңыз. Соған қуаныштымыз. Құдайым осындай 20 жылдықлар, 30, 40, 50 жылдыққа шейін Құдайым көре берген сіздермен бірге. Қызықларыңыз көп болсын. Сіздерге кең пейіл берсін, кетпес дәулет берсін. Жұмысларыңызда мәртебе берсін. Ата-анаңыздың алдында, балаларыңыздың, қызларыңыздың алдында аман болың. Жәмиетте әрбіріңіз өздеріңіздің орныңызда абыройға жігіт қызлар болғайсызлар. Құдайым шәкірт болып, ұстазларды сыйлап, мектепке келіп, үйлерімізге барып, хүрмет етіп жатырсыз. Құдайым осы хүрметлеріңіз өздеріңізге қайттай. Сіздер осы ұстазлардай болып, кімі 40 жыл, кімі 40 жылдан көп, кімі 35 жыл ұстаздық еткен. Солардың жолын бергей, ақыл көргейсін, мен шаулығын көру несіп еттірмаған. Құдайым жолымды бергей сіздерге. Бір ақыллы, дана, бір үлгілі жәмиетімізде шаңырақлардың бірі болғайсызлар. Беріп атқан тойларыңыз тойларға ұласа бергей. Тойларыңыз көп болғай. Мінекей Рай сондай шоқ бала еді. Қастайын күліп жүретін бала еді. Еш оның жүзінде қапашылық көрмейтін еді. Өмірі қысқа болған екен, мен оны есілеп, садақа беріп жатырсыздар, қабыл болғай. Қалған өмірлерін балаларына беріп, ата-аналары әрбір уақытта соның рухын шад етіп, сіздер достарыңызды ұмытпай, ата-аналарынан хабар алып, сөйтіп балаларынан хабар алып, ауызбіршілігіңіз үлкен бола берген. Берекет қайыққа бараман дейді, ауызбіршілікке бараман дейді. Сіздердің ауызбіршілігіңізді көріп, қуанып отырмыз. Құдайым мәңгіге болғай сондай досылығыңыз. Осыны шөлкемелестер қатқан жігіт қызларға көп рахмет. Алладан қайттың қызметтеріңіз. Бақытты болың. Өзі үшін халықтары сөз бар ғой, шын болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол. Ақиқаттан осы класс соны
Onun da bir şok jigitler edi de, şok jigitler edi. Kızlarda onday ne жоқ edi de, jigitlerimizde bәрі şok edi. Hakikaten hemen ekan. Bu жәннеттен өз орынларын тауып, біреулі бір абыройға атаққа ие болып отырды. Бұған шуда қуаныштымыз біздер. А мектепте шоқлық болмай тұрмай, кәдімгі класста болған шоқлық. Просто біздер енді көбінше білмей қаласыздар да сіздер. Өзіңіздің классыңыздың шоқлығын білесіздер. Шоқлығымызда ең соңғы кабинетте оқыдық қой. Комиссиялардан ұзақта. Ешкім көрмесінде, бұл жағыраққа барып қойдық та сіздер. Уақытта комиссияда көп еді ол мектепке білесіздер. Рахмет, Мәке Гүлнар апам неке ақылық шақында шаулығанын көрді. Амені жеткізге, амемізді жеткізге, сондай бір шаулық сүйеуіне себетсін, сол шаулықладан жетелеп, соларды бір институтта оқығанларын, солардың үйленген тойларында да бас болып жүру сіздерге де несіп етсін. Ендігі сөзді Айман апаңызға береміз, менетке үйретумен. Білесіздер емес, текарғы зат кәсіпке үйрету, менетке үйрету. Өзі екі заттан жаңылмау керек екен да инсан. Біріншіден өмірлік жолда қалған уақытта, екіншісі кәсіпке уақытында да. Сондықтан сол біреулік орны болса керек деп ойлаймын, барлығыңызға өзіңіздің жаңағы жақсы өмір жолдасыңызды жақсы кәсіпке ие болған шығарсыздар деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум ұстаздар, құрметті оқушыларымыз. Сол сіздерді бірінші класстан бастап сол оқыттым мен. Ең начальныйдағы ең үлкен класс сол сіздің Ұлман апамыздың классы еді. Себебі мен бірінші класстан 11-ші классқа дейін сабақ беремін. Өзбек класс, орыс класс, қазақ класс, қарақалпақ класс. Сіздің классқа келсем мен шаршап шығатын. Себебі көп дайын берекет берген сол көпшілігіңізге. Ұлман апамызға, сол Алтынай апамызға рахмет айтамын. 37 оқушыма, 36 оқушыма әйтеуір екі классқа кіргенде өте қаламыз мен. 37 ме? 38. Азамат келді. Ең Крупскаяның ең үлкен классы сіздер едіңіз. Сол көз тимеге, ауызбіршілігіңізге көз тимеге, сол алдыларыңызда әр ата-анаңыз сау болғай, сіздерге тәлім тәрбие берген, олардың бақытына сіздер сау болғайсыздар. Ұстаздарыңызға тағы бір мәртебе көп рахмет айтамын. Гүлпашын апа, сіздер түгі біздерді тәрбиелады. Біздер сол Гүлнар апа, сонда Гүлпашын апа, кейін Айшагүл апаңызда, сіздер директор уақытында бітірдіңіз. Әрмесіне ұстазларға рахмет айтамын. Ауа, сол заушы едің, ауа. Бітіргенде директор. Ең бір шоқ, ең білімлі, ең сұлу класс сіздер едіңдер, не? Әзірем көз тимесін, мына ұстаздар айтып атықты ғой, әзірем өзгермегенсіздер, себебі бұл неуден кеп шығады. Бірінші нәбетте сол ауызбіршіліктен, кейін сол орталықтағы бір мұхыттен кеп шығады да, сол ауызбіршілігіңізге ешқашан көз тимесін. Сонына класстастарыңызды естеп атырсыздар, сол әрмесі садақаңыз қабыл болсын. Бәріңіздің үйлеріңізде, сол бала-шағаларыңыз аман болсын. Bir bilimli, ilimli, akıllı, meyrimli, өздеріңізден артық көп жеткізе бергейсіздер, сол ұл-қыздарыңызды. Енді көп айтқымыз келіп тұрды, бірақ біздер Ұлман апаға тықылып тұрыппыз да біздер. Соның үшін сіздерді көргенімізден біз ұстаздар қуанамыз, сіздерге сол көп рахмет айтамыз. Сол сіздерді естіп жаңа көріп атамын, көпшілігіңіз өзгергенсіздер, көпшілігіңіз өзгермегенсіздер. Ата-анаңызға өздеріңізге рахмет. Кәсіп таңдадыңыз, жақсы өздеріңізді сол мына жәннетті өзіңіздің орныңызды таптыңыз, көз тимеге, әрменіңізді ауызбіршілігіңіз жоғалмағай. Әрменіңізді көргеніңізді жүдә қуаныштымыз. Рахмет сіздерге. Сіздерге алғысым шексіз. Бірақ мен кино ойнаған актерлар айтады ғой, сценадағы емес, бұняқтағы тұрмысымызды ешкім білмейді. Баста сіздерді 25 қылып қабылдадық біздер. Ұлман апаға қуанды Ұлман апа, елдеді аз оқушы. Себебі Ұлман апа бір 15 қылып алса да ізіне қарай 27-30-ға жетіреді. Қалған классларда сондай болды. Ең көп оқушы кейін қабылданып кете береді. Мінеке Ұлман апаға 25-ті отырғыздық классқа, дошынаға менен кеттік. Бір уақытта бір-екі күннен кеп атық. Бір күні білесіз, сабақ өту аңсат емес. Тем более еш о уақытта әмме детсаттан келе бермейді. Бар классына 2 оқушы бірден келді. Азыр ұмыттым енді кім екен.
оқушы ізден келді да, 2 папканы апарып, ішінде әмме президент несіне апарып қойдым. Ұлман апа көзімше яқшы деді, оқушыларға берді папканы, алып қалды. Енді біз отчет тапсыруымыз керек. Әммеңізді жіберді. Жібергеннен кейін Ұлман апаның шақырды, Тоштанаға айтты. Апаны отчетларды алайық, папкілерге қол қойдырдым екен ата-анасына. Деп Ұлман апаны шақырдық, әмме 1 класстың ұстазлары отырыпты. Мен айттым, мына класқа пәлен оқушы келді, пәлен папка берді, мен папка санаулы ғой. Десем, Ұлман апа алмадым деді. Ұлман апа берді, бағана апарып жасырады. Ой, қойса, Айша, мен классыма ешкім келген жоқ та. Сөйтіп, айтып жатырмын, мен өзім апарып, сіз өзіңіз қолыңызбен бердіңіз деп. Кейіннен Ұлман апа жиналыс тамам болды, мен де бір түрлі болдым. Ұлман апаға апарып беріп едім ғой. Неге? Ұлман апа әкелмеді деп жатыр деп. Құдай бірағы дейді, алмады дейді. Ой, 2 папка білесіз бе, президент сауқасы. Сөйтіп, Тоштанаға маған қарайды, сөйтіп, маған жағаласа берме деген итті. Қой деді шаш, сен Тоштанаға да біледі. Қиын екенін біледі да оған енді. Сөйтіп, шып кетіп еді, бәрі, сосын алынды деп бәрі не қылдық қой. Мен қайттан Тоштанаға, мен бердім Тоштанаға деп ақланып жатырмын, жазыспаған ғой. Сөйтсем, қойса қазір келіп, мен білетін Ұлман болса, аз есіне түседі. Деді, сонымен бір уақытта Ұлман апа бір жерге барғанда есіне түсіп кеткен, ярым жолға барғанда. Халықлап, кетіп қалмадыңыз ба деп кеп тұрыпты, жылап тұр. Мен маған 2 папканы алған екен. Мен оқушыларды шығарып саласаң, о уақытта Гүлбасын апа айтқандай жылап келеді оқушылар. Жаңағы бір ұрысқа келтіргандай. Олардың тем более сонша 30 оқушыдан артық, 25-тен артығы көп болып кетеді да. Бір күн сабаққа кірдік, бір түсіндіріп жатыр, оқушы тұрып алып, А емес Т. Т деп тұрыпты да. Достығы да көрсетіп жатыр, сөйтіп мен айттым, ой, бұрын начальный классы білмеген екен мен ғой, не үшін бұның жаңағы наны қатылы қиыншылығы күшлі дейді десем, бір күні Тоштанағымен кірдік начальный классқа, әммеге 5 қойып отырман. Сөйтіп анализ қыламыз, кіріп қарасам, 5 қойғанның бәрі 2 Тоштанаға. Мынау зырылдатып оқып жатыр ғой Тоштанаға десем, ендігі сабаққа кіргенде көрді. О кісі ешқашан саған айтпайтын еді, сырын айтпайтын еді, не үшін? Сөйтіп, кейінгі сабақларға кіріп қарасам, бағана бесік деген оқушыларыма оқытып, әліппен қай жерін ашса оқиды да, айландырып жіберсе де оқи береді. Сөйтсем, о уақытта жаңа енді завуч болып жатырма, еле психологияны дұрыс оқымаған екен, мен неге барып оқып келгеніне деп қарасам, оқушы 6 жасар балаңыз, енді ақылаңыз болады, балаларыңыз болады. 6 жасар баланың қабылдау несі күшті болады екен, қабілеті. Олар түсіріп алады екен да, фото алады екен да бәрін. Ата-ана үйде өлтіріп оқытады ғой, бірінші балаларын әсіресе. Соның бәрін түсіріп алады екен да, мына файлға түсіріп алып, ананы айландырып жіберсең, мына Ялон Тоштың киносын көрдіңіз ба? Сондай айландырса да сондай қылып оқып береді да. Кейін оған мына жақтан жаңағы жеткеншек газетасына апарасың, басқасына барсаң, соны оқы десең, ол бір әріпті де білмейді. Ядлап алған. Сондай сіздер оқи алмасаңыз, мына жақта сахнаның мына жағында болады, қызықтың бәрі. Ұлман апаның бір оқушы төбелесті ма, я орын ала алмай қалды ма, Рухая барады мұғалімге. Ата-анасының хабары жоқ. Сен неге менің қызымды ойттың? Неге сен білмейді деп айттың? Я тағызат деп, сахнаның бәрі мына жақта болады. Білмейсіз сіздер. Гүлзиралар білуі мүмкін, кім білуі мүмкін, мамалары істеген. Сіз жерде мұғалім болғандардың ата-аналары біледі, мұғалімнің қандай қиыншылық екен. Хатта Гүлбарыс апаның өзі баласы аяғы малға қойып берген. Гүлбарыс апа жүріпті, комиссияға ол бармаймын. Баласының аяғы жұтылып кеткен. Мұғалімі сол дәрежеде жүретін еді. Ұлман апаның кішкентай уақытта балалары үйінде емізулі жұмысқа шығарып жібереді ертеде. Кеште ажаған келіп тұрады, түнгі 12-1-де қайтамыз Сабранияда. Мына баланы кім емізеді? Балаға кім қарайды? Мұғалімдердің тағдыры сондай, тұрмысы сондай. Бәрі сіздер үшін. Өздеріңіздің арасында мұғалім болса да білесіз. Бала бір кірі жоқ бала. Сіздер 1-ші классқа келдіңіз ба? Сол сіздер бітіріп кетеме дегенше біздер
әмме оқушыға сондай қыламыз. Рухаялар қалай? Рухая 3 классқа келді ме, нешінші класқа келді? Ол аяқта боевой болғанда, басқа тұрғанда, әммесіне мамасы келе береді. Ойбай, Рухая үйреніспей, мен айтым, үйірді едіріп көп. Рухаяда бір кіші қызлар бар. Сен ояқта Рухая ең лидер болғаны, мысалы, ойырды бір аз оқушы болған. Үйірі 37 оқушы бар деді. Сол оқушылардың ішінде неше бір боевойлары бар. Солардан жеңіп шықса деп едім, Рухая сол лидерге қатынасты. Бәлі қызлар дейміз ғой, Қанеке қызлар деген жарыстарға қатынасты. Басқаларыңыз да Гүлзира бар, Еркетай, мамасының еркесі, кемпір апасының қызы. Ой, бұл кемпір апасы бақырма дейтін Гүлжанға, оқымаса оқымасын деп. Бірақ сол мынаяқта атым шықпағай деп, мінекей кім бар, Гүларихан Шеміс бар еді, теберсін әйтеуір. Не қылып жүретін, Жұманазарды әкелді, мамасы менен папасы әкелді ғой. Ойбай, мына мектепке берсек бола ма? Қандай класс деп, күнде келеді ізмеріне. Біреуін шақырсақ, екеуі келеді. Мұрат дейін ба? Папасы да мамасы да тексереді. Ата-ана жинақсызын екеуі бірге қосылып келеді ғой. Мінекей, әр біріңіздің орныңыз бар. Мені айтпады демең. Әмме инсан сол көзге көрінеді ғой. Инсан болғаны үшін, осындай орныңыз жоғалмаған үшін, татулығыңыз болған үшін, ата-аналарыңыз сіздерді жақсы тәрбие бергеніңіз үшін осы жерге келіп отырсыз. Гүлпаршын апа айтып жатыр ғой, 50 жылдықлар, 20 жылдықлар, хаттегі бір класслардың 5 жылдығы да, 10 жылдығы да, 20 жылдығы да еш саты болмайды. Солай бітіріп кетеді, аты несі болмайды. Бірақ бұны ортаға келу аңсат емес. Мінекей осыны басыңызды біріктіріп, осы ортаға әкеп отырған жігіт қызларға рахмет. Құдайым сіздер бір шығарған болсаң, сіздерге миллион, миллиард етіп есесін қайтарған. Мінекей садыған пітірді, бұны совхозға бермеймін деп ат келді ғой, мамасы. Совхозға оқымайды, сияқта оқиды деп. Мінекей ішіңізде айта берсек, әмменіздің несіңіз көп. Қазір әммен айтуға уақыт шекленген. Соның үшін тек табысыңыздың берекетін берсін. Сол елге кереклі, елге қалеулі ұл-қызлар болып, сол келешекте инсанлар болып жетісе берін. Рахмет бәріңізге. Hakikaten Ayşe'den енді жүзі көп секреттерді айтып секреттер көп мұғалімнің арасында. Өзі жаңағы классының баласын айтып қояды ғой, енді мынадай тәпсір қылды десе, екі мұғалім шақырасып ұшығына да бақылайды. Менің баламды өйтіп айта бересіздер. Сондай уақиялар болады. Сіздер бұл уақиялар білмейсіздер ғой. Мына су дәрежеде оқыған оқушыларына миға береді ұстаздар. Өзінің балаларына қарамайды ол. Соның үшін мен өзімнің балаларым бір уақытлар айтқанда, мама бір мәртеде біздің утренникке бармағансың. Бірінші қоңырауға да әкелмеген екенін керек десең. Соңғы қоңырауға да ұлыма араласпағанман да, оқушылармен жүре бергенмен. Бірақ уақыттың өтуіме айтқан уақытта өзім ұялдым, бірақ балаларымнан. Ақиқаттан сондай болған екен деп. Ұстаздардың бәрі де сондай да. Өзінің баласы барлығы сыртта қалады да, шетте қалады да, бірақ әйтеуір өздері әйтеуір деп біреу тәрбиелап деп әйтеуір адам болып кетті барлығы да. Ұстаздардың барлығынан әйтеуір Құдайға шүкір перзенттері бір біреулі орынлары бар. Сондай. Мінекей сонша дәрежеде берген тәлім-тәрбияның барлығының нәтижесі мінекей 20 жылдан кейін шығарды. Кеберсін Душынағаның бір гәбі бар еді. Сол уақытта мысалы үшін заводта, фабрикада істеп шығарған сол моментте көреді, нәтижесін көреді, қуанады. Бірақ сіздер 20 жыл, арадан 20 жыл, 10 жыл, 20 жыл өткеннен кейін нәтижесін көресіз, соған дейін шыдамлы болу керек деп үйретеді құрметті. Ақиқаттан қазір неке уақыт өткеннен кейін соларды біліп жатырмыз да, әр оқушылардың қиын уақытында сол ұстаз болғанымызға қуанамыз да. Бір перзентке мысалы үшін әрбір шаңырақтың перзентіне тәлім-тәрбие бергенімізге қуанамыз. Солардың бір жақсы инсан, біреулі инсан, жәмиетте бір сүйікті инсан болғанларын көріп қатты қуанамыз расында. Мінекей Айша апам сол хақында көбірек айтып беріп жатырды. Ендігі сөзді Алтынай апаңызға береміз. Енді Алтынай апаңыздан 5-ші класстан бастап алдым. Мінекей ұлманнан кейін Алтынайға бердім. Алтынай алып, сіздерді жаңағы бітіру дәрежесіне дейін жеткізіп, осындай бір дәрежеге жеткізді. Сіздердің бір ауызбіршілігіңізді бекіте біледі. Сіздердің бір жақсы инсан болуыңызға өз үлесін қосқан ұстаздардың біреуі болып есептелінеді. Алтынай сөз саған қызым.
мен һәммә затты айтты, мен жасығыңызды еслетті бәріңіздің. Мына беріп жатырған мерекеңіз құтлы болсын. Былайым сол 30, 40, 50 жылдықларда да сөйтіп ұшырасып, ауызбіршілігіңіз бекем болсын. Һәммеңізге денсаулық тілеймін. Сол елеген кәсіплеріңіздің маманы болғайсыздар. Әйтеуір елге, халыққа белгілі азамат қыз-жігіттер бола бергейсіз. Сол ата-анаңыз алдыңызда аман болсын. Сіздер ата-аналарыңыздың алдында аман болғайсыз. Енді не қылдым көп нәрселер айтылып жатыр ғой. 5-ші класстан бастап, 5-ші класста алған уақытында, ол сонша оқушы сен алып бара аласың ба, өзі кеше келген сол жылы кірдім ба мен оқуға жұмысқа сондай. Сол алып бара аламын, сонша оқушы деп, сонда да әйтеуір жүрексініп алып ізін не қылдық, бірақ адамдар хәуес еткендей класс болдыңыз. Енді жаңағы достана мұнасабетті күшейтіп, сондай қылған сан классыңда өзі сыртқа кетпей, қызлар сыртқа жібермей өздері үйленіп жатыр деген заттарды айтты. Достығы сондай дәрежеде бекем болғаннан кейін деп та адамдар хәуес етеді ғой. Құдайым ізіндегі жақларда да Құдайым адамдар хәуес еткендей шаңырақ болғайсыздар. Сол һәммеңізге денсаулық тілеймін. Сол тойларыңыз тойларға ұласып, бақытлы ұл-қызлар болып жүре бергейсіздер. Рахмет Алтынай апамыздың Құдайым сіздердей класслар жүріп болғай. Біздер тілектілеспіз. Енді мінекей оқушылардың өздеріне сөз берейік та, себебі сода өрлері тақтан қызық болады еді ғой. Тақтан қызларын естейік. Мысалы үшін басыңыз ұсыда бір қосыла беретін, тар уақытта қосыласыз. Тойда болса, мысалы, ондай мәселен сыра сөйлеспейсіз ғой. Мына мектепке келген уақытта сол мәселелерден бір жаңа қызық уақиғаларды айтып берсеңдер, өміріңізде есеп жүресіздер да бұл сатыларды. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті класстастарым. Бүгінгі күннен juda қуаныштымын. Осы 20 жылдықты организовать етіп бастаған мартта бастадық па? Маған хабар келді, сол мартта кейін дәрі мамама мен анам білесіздер қосық жазады. Сөйтіп қосық жаздырғанмын, сол қосық куплетлермен жеткізсем. Азиз менің ұстазларым, қадірлі менің достарым. Сағындым сіздерді жүдә, діл сөзімді сіздерге арнадым. Келдім міне Ташкент қаласынан, сіздерді жүдә сағындым. Келдім достарым мен асығып, бүгін есейікші балалықты. Ойнап кеде еткен шалалықты, дидарластық міне достар, несіп еттіріп Аллам қоллапты. Бүгінге жеткізгеніңе шүкір Аллама, жете алмаған адамлар қаншама. Ядыма түседі ғабит кетті арамыздан, ал қадірлі азамат бар ма арамызда. Рухлары шат болғай достарымыздың, панасында тұрғай Алламыздың. Қалған достар қатнасайық бархама, бір-бірімізге тілеп аманлық шаңырағымызға. Өкінгенім бар, қатнаса алмай қошласып отырыспаққа. Енді бізде өкініш болмағай, жеткізгей Аллам һәр ұшыраспаққа. 9-ші класты бітірген уақытымызда ақырғы отырыспаққа мен қатнаса алмағаным бар. Ақырғы бүгін келуден амалдың кеше ақырғы минутларға шыққан сол тағдыр тәкірарланатындай болып түйілді. Мен елі билет алмаған едім. Тағдыр өзіміздің қолымызда екеніне және бір мәрте кәміл болдым. Бір сағаттың ішінде билет алып міне жетіп келген түрім бар. Гүлстанға үлкен рахмет. Гүлстанмен көп отырыстық біздер енді мұғалімдерге жүдә жақын еді Гүлстан. Әйтеуір бір не болса, сирек болса әйтеуір Гүлстан үйіне бара береді. Сол Гүлстан барға уақытта көп қосықлар оқып беретін еді. Бір не өзім Гүлстанға қайғылатын едім. Бұлайша қараған уақытында Гүлстанның кәсібі де онша жаңағы әдебиатқа онша жақын емес та, бірақ сол дәрежеде жаңағы бір ішкі нелерін, сезімлерін сол қосық қатарларына кіргізетін жүдә жақсы жазатын. Гүлстанға біздердің атымызда үлкен рахмет. Сол сау болсын, сіздердің алдыңызда аман болсын. Мына ұл-қызлардың рахаттарын көріп, ақыл-шабыттарының рахатын көріп, сол өмірде қандай уақыт төрде орын болғай, еш уақытта ауырмағай, денелері сау болғай. Әуелі ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті класстастар. Міне бүгін біздерде ұлы той. Себебі үшін осы дәргайда 20 жыл бұрын
кішкентай балапан болып қанат шығарып жайып ұшып кеттік. Мен сол дәрігерімізге және айланып келіп жатырмыз. Мына ұстаздарымыз бізді бітірген кезде қандай болса сол тұрсында еді. Ешкім өзгермеген, қартаймаған, қуанып жатырмын. Рахмет сіздерге ұстаздар, осы дәрежеге жеттік сіздердің арқаңызда. Ұлман апаға үлкен рахмет. Бірге екіні қостырып, екіге үшті қостырып үйреткен. Сол дәрежеге жеттік. Рахмет. Гүлбаршын апалардың қолына келді. Гүлнар апалар, Айшагүл апалар. Бағадан бері болған уақиғаны айтып жатырсың. Айшагүл апаларды көрсек, мына текшеден келсек, Айшагүл апа мына текшеден келсек, айдан қашып кетеді. Бірақ ешкімге бақырған жоқ, ұрысқан жоқ. Сонда да бір Айбатова сол сыйлайтындай ұстазым сеніңіз. Рахмет. Гүлнар апалар, рахмет. Құттықтан берді, елден берді. Сол кезде мен ойлаймын, тек сабақ беріп қоймастан, әмемізге өмір жолымызға да бір сабақ берген екенсіз де сол кезде. Гүлнар апалар күйіп пісетін еді. Ертең бір жерге барасылар, өзіңізді білмесеңіз де қандай адам боласылар, күйіп пісіп біздерге сондай нелер беретін еді. Гүлбаршын апаларына рахмет. Өмірлік неден беретін еді. Мен сол Гүлбаршын апаның елі айтатын бір несі бар, айтқаны қызларға ертең бір жерге барасылар. Киім жуу бойынша енді айта берейін. Киім мәдениетлерін айтатын еді. Сөйтіп бір күн айтып жатып, ертең бір жерге барасылар, ақ көйлекті дейді. Бірден суға салмаңдар, бірінші жылы суға салып алыңдар. Одан кейін жылы суға салып жуыңдар, сол кезде кірлер жібейді деп жатыпты. Мен елі есімде да сол жатыр. Мен болған уақиғаларды айтып жатырмын да. Мысалы, Ұлман апаны айтсақ, сабақта отырамыз, енді баламыз ғой бәрі. Анамнан айтқан жақсы өлең деп не алсақ. Мұғалім, анау өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр десе, Ұлман апа деп қарады. Сен өзің домбыраңды жерсе дейді. Сол затларды сол кезде деп қарасақ, адамды бір сатқылыққа үйретпеу, өзін білу, мысалы содан біз үйрендік та. Құдай шүкір класста ондай бір-бірін сату не деген жоқ, ауызбіршілікке үйретті сол кезде. Соның бәрі тәрбие ғой, бұл сабақтан былай деймін да, Айман апалар қызларға қанша сабақ берді, бізде аңдайып тұрады, біздерден кіректі деп та қызлар өткен. Сен бар өзің неге бар да бақырып жібереді сол кезде барамыз. Енді Алтынай апаны рахмет сізге. Оның тарих әдені түрлі жылауға үйреттік қомсаңыз. Рахмет. Сондай, рахмет ұстаздар. Мен міне соншалы дәрежеде қуаныштымын. Сіздер сабақ өткен кезде отырып сабақ өткеніңізді көрмедім ешқайсыңызды. Әммеңіз тік аяқта жүретініңіз, бұл тек біздің бір класс емес, сол кезде 6 сабақ өтсеңіз, 6 классқа түркеп тұрып сабақ өтудің өзі аңсаттыңыз да. Сол мектепке жаныңызды бергенсіз, өміріңізді бергенсіз, рахмет ұстазға жеткізгеніңізге. Гүлбаршын апа, біздің әкелерімізді оқыттыңыз, мамаларымызды оқыттыңыз, олардан көріп жатырмыз, 30 жылдық, 40 жылдық, 45 жылдық беріп жатыр. Құдайымыздан сондай 45 жылдық, 30 жылдық берген кезде сөйтіп алдымызда жүре бергейсіз, әммеңіз. Шаршамаңыз. Сол уақыттан пайдаланып, кешірім сұрап қалайын, сол шашыңыздың бір түгін болса да ағартуға, ербіңізді кітті жұқартуға, мына класстың балалары, қызлары кітте көмектескен болса біздерді кешіріңдер. Осындай момент келіп қалды ғой енді, осы жерде бір кешірім сұрап қалайық деп жатырмыз да. Сол, толқып тұрып пістейді ғой, ар жақта гәп көп, бірақ енді келмей жатыр. Рахмет. Гүлнара Ерлепесованың бір шері бар да. Сен оқып беру ғой, ашқиым жоқ. Класстастар менен дидарласқанда деген. Бір 2 куплет, 3 куплетін оқып бер. Кеулің жасарып кетер баладай, құмшасынан ашылған гүл лаладай, жаның жайнар кең жазықлы даладай, классластар менен дидарласқанда. Еслеп балалықтың татлы жылларын, не бір садалыққа толы сырларын, айта қойсам қосылмайды жырларын, классластар менен дидарласқанда. Не қызықлы мәурі түсіп ядына, күліскенің дәрман болар дарына, қанат деп жасылық арманларына, классластар менен дидарласқанда. Балалықтың қайта қызар базары, біреу күлсе, біреу бұлар жазалы, бірақ әңгіменің бәрі мазалы, классластар менен дидарласқанда. Кеуіл-кеуілден су ішіп алғандай,
сезінерсің бала болып қалғандай, біраз жасқа шыққаның да жалғандай, бір жасап қаларсаң достарыңменен. Балалығың қайтып келгендей болар, ұстазлар жаныңда жүргендей болар, дүния құшақ ашып тұрғандай болар, класстастарыңменен дидарласқаныңда. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті класстастар, әмеңізге тойлар оң бола берсін. Әмеңізге осы моменттан қайланып, әмеңізге көп міндеттершілігімізді білдіріп қаламыз. Әмеңізге көп рахмет. Сіздердің арқаңызда осы камалға жетіп, осы дәрежеге жеткендеріңізге сіздердің арқаңызда әмеңізге. Рахмет әмеңізге. Сау болың, аман болың. Сіздерге ұзақ өмір тілеймін, ұзақ өмір, бақыт, әумет, денсаулық тілеймін. Сол кейінгі жаңа Дауран айтқандай 20 жылдық, 30 жылдық, 50 жылдықтарда сіздерді көру, дидарласу несіп ете берсін. Осым шағылайын бағана 37-38-де отырсыз, біз бітірген кезде 37-ге бітірдік. Біз 41 оқушыға дейін бар. 41 оқушы болдық. Сол кезде 42 болсақ, класста бөлетін болды. Сол кезде мен тіленіп жүргенім бар. Кемеге бір бала кемеге деп жүргенді. Уже ол мүмкін емес екен де ондай қылып оқыту да. Содан азайып басылады деп кетті. Қолым дегенсе қата жетпей қалды да класста. Мына класстан алып бір парта келіп қояды. 41 оқушыға дейін бардық та. Сонымен 37 болып бітірдік. Сөйтіп жаңағы ең бірінші учительскийдің алдына келіп қалдық, 5-ті бітірген кезде. Біз құтыралымыз қой жаңағыдай. Өзім класс мияқта бені құтырып атсақ, мұғалімдер бәрі кіріп шыға береді да, аналар кім жоқ қылың дейді. Қандай классың ол? Жақты келген дейді. Енді көпсіз қой. Содан кейін бір шетке келіп оқыдық қой мияқта. Сол жаңа яныма түсіп атып тұр ғой, 37-38 болып бітірдік деп. Өз алдынан мұғалімнен басқа ешкім алмаған ғой. Бақылатады ғой, ешкім алмады деп. Тілектегілердің сол құдайым бізде 11-9-ды бітіріп кетемін деген жұмысқа шықпағайсыз. Сөйтіп өмірлерің сан болды. Бұл тарихта сіздер бірінші мәрте Қарақалпақ класының көп болды. Адамдар айтып шыққан Қарақалпақ директор болған Қарақалпақ класс көбейіп болмаса, менің өзім осы жерді бітіргенде былтыр 40 жыл болды. Біздер инженер мектепте бірінші Крымскаяда оқыдық, одан инженер сабадық. 12-13. Біресе қазақ класс болып оқитын, біресе Қарақалпақ өзбек класс болып бітірдік. Сондай болып оқитын. Енді содан басылып, сіздерден басылып, мектепте Қарақалпақ класслар әзір 2 класстан. Сол дәрежеге шейін. Әуметлі класс болмасы. Жол көрсетіп бердіңіз. Бірақ көп мұғалімдерді арасынан күйдірдік. Келген мұғалімдер сіздерге рахмет деп кетпейін деді. Қаяқтан келдіңіз сіздер. Сіздерге класс көрмедім, енді әйттемеймін деп. Бірақ сіздердің шыдамыңызға рахмет және бір мәрте. Бәріне шыдай береді екенсіз. Бақтан уақытта азапларыңызға да шығады. Үйлеріңізден жетеклеп алып шығатын едім. Айтқанда үйлерге бар. Сондай шоу едік. Тақтаға барамыз, қызлар ауқат әкеледі, қызлардың ауқаты жоққа береді. Балалар тық-тық-тық жеп тастайды, қызлар ауқатын іздей береді жаңағыдай. Ондай қызлар көп болды. Тағы сөйлеушілер бар ма? Тыныш. Әмемізге мен мұғалімдерге өлімнақ бәріңізге рахмет. Сонша тәрбие бердіңіз, әмелетқа үйреттіңіз. Сол дәрежеде тұрып сөйлетуді үйреттіңіз да. Алдылар сөйлеуге қорқатын еді да. Сол жасқа келіп мен арқайын тұрып сөйлеуді үйрендік та. Соған рахмет деймін да. Өсіріп отқан ұлғызларсың, қамалын тапқайсылар сізге де рахмет. Балаларға да рахмет бәріңізге. Айта бергенде. Assalamualaikum ұстаздар, әмеңізге, класстастар әмеңізге, ассалаумалейкум біріншіден. Бірінші баяғы біздерім сол оқыды, өттік әмеңізге. Баяғы біздерім сол оқыған кезде жарыстарға қатынастық. Бірінші сол кезде бастайды, әріптен бастайды. Ұмытып қалдым. Айта беріңіз. Әріптен бастайды, сәлемнаман бастайды. Сондай нелерді жарыстарға қатынастық, ұмытып қалдым әзірге. Ұтсақта, Достарымыз мәңгі бірге деп не деген бір жарыстарға қатынастық орын алдық. Енді Досыл жоқ десең.
Dostlarımız көп Құдай шүкір. Сіздердің арқаңызда әмеңіз ұстаздар достықты әмеңіз ауызлықты үйреттіңіз. Енді баяғы Орман апа мұғаліміміз бірінші ұстазымыз Қалем Өшкөлерді бірінші әріптен бастап айтып жазуды үйретті. Көп рахмет бәріңізге. Әмеңіздің ғорларыңыз бөлек. Алтын апамыз бар, мінекей ұстазымыз. Олар көп минеттер сіңген айтыр әмеңіздің. Әмеңізге көп рахмет. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, ассалаумағалейкум, класстастарым. Не қылдаймыз сені? Бірінші класты еслеп жатырмыз, өзімім еслеп отырппан азыр. Өзімен өзбек класста бараман деп жылағанман, өзбек класста болғанман мен. Садикта бірге ойнап өскен. Апам етегіне дейін жылап келген мен өзбек классқа барып. Апам айтады, «Я қонысымыз Ұлман апа, сола барасам» деп. Солардан енді еслеп отырппан. Рахмет Ұлман апа, сондай қылып тәрбиелағаныңыз үшін. Әмеңізге рахмет. Алдымызда айтып жүре берін, қартаймай. Не қылаймыз бәрімізге? Алдыңызда аман болғай әмеңіз, бала-шағаларыңыз. Сол енді еслеген сол Құдай берген достарың дейді ғой. Сондай Құдай берді маған сол кезде. Басқа не дейміз? Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Ассалаумағалейкум, ұстазлар. Ассалаумағалейкум, қызлар, балалар. Бүгін Дидар Расул есеп еткен екен. Әмеңіз көргенмен қуаныштымын. Осындай 30 жыл, 40 жылға келгенде де осындай болып қартаймағайсыз ұстазларымыз. Алдымызда аман болың. Жүздеріңізден күлкі айырылмағай. Біздеріміздің қуанышымызды көру есеп еткенсіздерге. Осы ұшырасуды шүркеместірген балалар, рахмет сіздерге көп классыңызға жинап жатырсыздар. Қатты қуаныштымын. Қуанышты күндеріміз көп қой. Рахмет, Ассалаумағалейкум ұстаздар. 20 жыл әмеңіз оң болсын, жыл болсын. Рахмет білім бергеніңізге. Ұлман апамызды көп қажет негізі. Қамап қояды. Сол аяқлары үшін айтып адам болып. Рахмет, сау болың. Қартаймай. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, оқушылар, балалар. Мен Хамид 20 жыл Хамид оң болсын. Алдымызда жаңа оқытқан ұстазларымыз сау болың. Сол ертең Құдай қаласа 40 жыл, 45 жыл ортада көрісу нәсіп етсін. Сол ауызбіршілік болмасын. Сол оң болсын. Осы жерде қанша тілек айтылып жатыр, барлық қабыл болсын. Сонеке мен тағы бір мәрте шөкеместірушілерге рахмет айтпақшымын. Ақиқаттан үйде мысалы үшін той беретін болсаған, сол үй иелері қанша жүгіреді да соған. Бұл енді сонша жерден жаңағы қонақтарды былайша қарағанда ұзақтан келгендер қонақ есебінде келеді ғой. Класстастар болғанменен солардың бәрін шөкемдестіріп, неге ортаға алып келіп, осындай 20 жылдықты белгілеп жатырғанлары үшін шөкемдестірушілерге үлкен рахмет айтпақшымын. Неге ұстаздарға сәлем беруге, ана мектебімізді көруге келіп жатырғаныңызға солар себепші деп ойлаймын. Рахмет. Сол бақытлар жатпасын, дәулетлер қайтпасын, біздің есебелеріңіз әмеңізге молдан болсын дайым. Мына ұстаздарымыз, алдыңыздағы отырған ұстаздар айтып жатырды, шашылар деген ақиқаттан ағарып кетті, 100%. Бірақ достойный ағарды да, бұрдан бұр ағарған жоқ. Осындай сіздердей перзентлер тәрбиелау үшін, жаслық, мысалы үшін, күш қайрат, әмесін оқушыларға жұмсап жатырмыз, бірақ har осындай оқушылар келгенде мен 10 жасқа жасырамын. Айтатын шығарсыздар, көпаршыға еш қартаймайды. Сіздердей оқушыларымыз болғаннан кейінше адам қартаймайды екенді. Сіздер көргенсіз айтамын. Өзіме врач болуды деп едім да. Сөйтіп бірінші жыл Ташмеге тапсырып, кіре алмай қалғаннан кейін мен айтып қойып, тағы екінші мәрте жығылсам, үйретке қайтуым керек. Одан дедім, жаңа литературный институтқа тапсыра қояйын, мұғалім бола қояйын дедім да. Бірақ енді осы уақытқа дейін сол ойлаймын, ақиқаттан мен дұрыс мұғалім болған екен, мен кәсіпті дұрыс таңлаған екен, менен дұрыс шпагер шықпаған болуы мүмкін деймін да, шпагер болып кеткенімде. Менен мысалы үшін бір мұғалім шықты, себебі алдымыздағы ұстаздар біздер тәрбиеланды. Біздер келген уақытында
Сол мектепке еш саты білместен мен өзім бірінші институтты бітіріп келгенде жәннеттен дозаққа түскендей болып қалдым. Сол дәрежеде мектептің ауырмашылығы көп та, бірақ сол дәрежеде ұстазлар әйтеуір біздерге жол көрсетіп, қолымыздан жетелеп, бір осындай ұстаз болуымызға өздерінің үлесін қосты. Сол өтіп кеткен ұстазларға жатқан жерлер жайлы болған, жайлар жайлы болған. Мына отырған мінеке ұстазларымызға мінеке айтып жатыр, 30 жылық, 40 жылық, 50 жылық, 60 жылық, хаммесін көру несіп етке Құдайым сол алдыларыңызда отырып, сілердің қуанышларыңызды бөлісу несіп етке. Мектепке, мінеке ана мектебіміздің бар уақытта бауыры ашық сілер үшін, құшағы ашық. Кешерде енді пұлды көріп, обязательно біздерде бір зат түсе ма, орталықта педсоветте айтылады бұл мәселе. Мұғалімдердің бәрі қуанып жатыпты, жаңағыдай голосовой звонок деген болады екен де, нәубетшілер отырады, ол нәубетшілер отырады. Сол нәубетшілердің бәрі азат болып жатыр. Анандай голосовой звонок қойдырып жатыр сіздердің пұлдарыңызға. Өзі ақылы звонок дегенде, өзі уақытын белгілеп қояды екен, сол звонок кіруін, шығуын бәрін нетіп отырады, жаңағыдай қоңырау соғып тұрады екен. Нәубетшілердің барлық ұстаздардың бәрі азат болды. Ал сіздерге үлкен рахмет, ұстаздар атынан сіздерге айтып жіберді, ал біздердің сәлемімізді жеткізін. Рахметімізді айттың, нәубетші болып ана жерде отырады ғой еді, содан қуанысып қалды ал әрмесі. Бәріңізге рахмет. Рахмет, әрмес аты үшін рахмет. Құдайым бірімізге миллион болып қайтсын, берекетін берсін, табыстарымыз молдан болған, сол торғалы тойларымыз көптен бола берген. Өзі жас уақытында бала кішкентай онша қатынасып болмайды. Мен құрысызлармен 45-50 жылға дейін қатынасып жатырмыз да. Мен қазақ класста оқығаннан кейін көбісі Қазақстанға көшіп кетті. Енді бастан қатынасымыз. Мысалы үшін ұллардың тойлары, қыздардың тойлары Құда қаласа, соларды көру хаммеңізге несіп етсін. Қатарыңыз кемемесін, жүрген жолыңыз, сол отырған орыларыңыз еш уақытта жоқ болмасын. Сол перзентлердің алдында, ата-аналарыңыздың алдында аман болың, сау болың. Тойларға ұласын, тойларыңыз тағы мәрте құтты болсын, қош келіпсіздер. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Записки с покоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Ассаламу алейкум, класстастар. Жиналып, басымыз қосып, бірге жетіп жатырмыз. Оң болсын, отырысымыз, 20 жылдығымыз бәрі оң болсын. Бәрі аман болсын. Құда қаласа енді кешкісін бір тағы отырыс болайын деп жатыр, оған бір жақсы өтсін Құдай. Мұғалімдердің мектептен келдік, мұғалімдерді көрдік, ұстаздарымызды. Олардың бір несін алдық, патиясын алдық. Оларым қуанып жатыр келгенімізге, аман есен жүргенімізге бәріне де. Сол сондай аман есен жақсы күндерде тол дастарханда жинала бергенбіз әмейше. Сол не қылайыныз басқа? Ассаламу алейкум, құрметті класстастар, ұстаздар, құрдастар, әмеңізге тойлар оң бола берсін. Осындай тойлардан тойларға жеткере бергейін. Әмеңізге 20 жылдық құтлық мүбәрәк болсын. Әмеңіздің семьяңызда татулық, ауызбіршілік, берекет тілеп қаламын. Осындай толы дастарханда әмеңменен жиналып, ауызбіршілікте қатынасу несіп ете берсін. Зор денсаулық, семьяңызға татулық, ауызбіршілік тілеп. В сентябре усяду из дома,
напишу, о чем мечталась. Всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с головками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Камераға түсіндіріп айтыңызшы, бұл жеп қоймаған бейшара. Короче, Азамат деген класстасымыз бар еді. Сол жегенде мен мектепке классқа кіріп келгенде ақырғы булочканы ананың аузына салып жіберген ғой. Содан бері оны бақаштық деп виноваттаймын да. Құтылды.